Саламатсыздар ма? Мен Маңғыстау облысы Тұқпараған ауданы Сайыншабат елді мекенінде орналасқан Ғұбайдолла Айдаров атындағы нөмір 1 мектеп-лицейінің 9 сынып оқушысы Сүйінбек Нұрлыбек боламын. Менің номинациям «Менің отбасым сабақтастық, құндылықтар мен мағыналар». Жоба тақырыбы «Отбасы кішкентай отан». Жобаның мақсаты отбасылық құндылықтарды насихаттау, отбасының білім беру ұйымдарының, балалардың қоғамдық бірлестіктерінің отбасылық тәрбие мен әлеуметтендіру саласындағы өзара іс-қимыл тетіктерін дамыту. Жобаның өзектілігі жас ұрпақты отбасылық құндылықтарды бағалауға, дәріптеуге, сақтауға тәрбиелеу. Жобаның міндеті отбасылық құндылықтарын көрсете отырып, өз отбасының тарихын білуге талпындыру. Ең алдымен отбасы не екеніне тоқтала кетейік. Отбасы бұл бірлестіктің көретін туыстық қатынасы бар адамдар тобы. Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы. Отбасының маңызды сипаты, оның қызметі, құрылымы және оның құндылығы болып табылады. Отбасы құндылығына тоқталмай тұрып, мен өзімнің отбасым туралы таныстыра кетсем, әкем Керімбаев Алдайберген Сүйінбекұлы 1975 жылы Шетпе селосында дүниеге келген. Қазір мұнай саласында қызмет атқарады. Әкем өз еңбегінде бірнеше құрмет медальдарына ие. Ал анам Демесинова Сайран Көпболғызы 1980 жылы Бек ауылында дүниеге келген. Ғұбайдолла Айдаров атындағы нөмір 1 мектеп-лицейінде тарих пәнінің мұғалімі. Анам облыстық республикалық жеңімпаздардың жетекшісі. Жігіттің жақсы нағашынан дейді ғой, мен бұл кісіні ерекше таныстырғым келіп тұр. Көпбол Демесінұлы 1949 жылы Маңғыстау ауданында Бек ауылында дүниеге келген. Атам сәулетші, шебер, құрылысшы, инженер. Қазақстан Республикасының көптеген облыстарында ескерткіш кесенелерін қалдырған. Сол еңбектеріне сәйкес Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшы атағына ие болған. Сол туралы еңбектер туралы таныстыра кетсем, 1993 жылы Атырау облысы Индер ауданында Мұрат Мөңкеұлының кесенесі. 1995 жылы Атырау облысы Индер ауданында Махамбет Өтемісовтың кесенесі. 1997 жылы Батыс Қазақстан облысы Орда ауданында Жаңғырханның кесенесі. Этнограф қоғам қайраткері Мұхаммед Салық Бабажановтың кесенесі. Батыс Қазақстан облысы Орда ауданында күйші Дәулеткерей Шығайбайұлының кесенесі. 1992 жылы Маңғыстау облысында Сенек ауылында орналасқан Балуанияз Мүсірепұлының кесенесі. Тек менің атам құрылыс жағынан өнер емес, оның мәдениет жағынан да қырлары көп. Соған дәлел келтіре кетсем, Шетпеде ең алғаш спектакль қойды. Менің нағаштан бұл жерде спектакль ең басты рөлдердің сомдаған. Соған сәйкес мәдениет басқармасының басшыларының көзіне түсіп, қазіргі Ақтау қаласы бұрынғы Шевченко қаласында шақырылып, мәдениет үйінің бөлімі арнайы шақыртумен Ақшұқыр жерінде Достық мәдениет үйінде директор болды. Менің отбасым, менің байлығым. Менің отбасым әрқашанда ұлттық құндылықтарға баса назар аударады. Ұлттық тәрбие, ұлттың рухтың негізі деп айтқандай Зейнеп Ахметова, менің рухты, тәуекелшіл, намысшыл болуымда ата-анамның тәрбиесінде жатыр. Маған әкем әрқашанда азамат бол, үлкенді сыйла, үлкеннің алтын кеспе деп құлағыма құюмен болады. Әкем маған айтып қана қоймайында іспен де көрсетеді. Отбасылық құндылықтан ұлттық құндылыққа. Отан отбасыдан бастады. Әр отбасы өз ошағының құндылығына адал болса, мемлекетіміздің тұтастығы мен тұрақтылығына, ұлтымыздың әр құндылығы болашақ ұрпаққа баға жетпес мұра болып қала береді. Ұлттық құндылықтар бұлар тілі, діні, тарихы, ата мекені және де тарихы, дәстүрі тек қана отбасынан бастау алады. Сондықтан әр отбасы өз құндылығының ұрпағының бойына сіңіріп, қоғамға өлшеусіз қызмет ету керек. Енді өзімнің ұсыныстарымды таныстыра кетейін. Отбасылық құндылықтарды насихаттау мақсатында отбасы университеті бойынша нақты перспективалық жоспары жасақтап, біртұтас тәрбиеге енгізу. Мектепте отбасы тарихын білу мақсатында әр оқушының отбасының кәсіптік шежіресін құрайтын әлеуметтік карта жасақтау. Сіздермен болған Сүйінбек Нұрлыбек, назарларыңызға рахмет.